Сәлем достар, Дастархан каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен самсаның рецептісімен бөліскім келеді. Самсаның қамырын ашытқысыз дайындаймыз. Менің каналыма жазылып, видеоны аяғына дейін қарауларыңызды сұраймын. Алдымен жылы суға тұзды салып, ертіп аламыз. Ұнды салып, жұмсақ қылып илейміз. Бетін жауып, тұндырып қоямыз. 2-3 бөлікке бөліп, қамырды өте жұқа қылмай, кішкене қалыңдау етіп жайып аламыз. Қамырдың әр бөлігін осылайынан жайып аламыз. Содан соң әр бөлігіне ертілген сары майды жұқалап, әдемілеп жағып шығамыз толықтай. Барлық жеріне тегізіп. Қамырды орағанда арасында ауа қалып кетпеу керек. Өте нығыз етіп орап шығамыз. Салафан пакетке салып, қамырымызды тоңазытқышқа 1 сағат 2 сағатқа қойып қоямыз. Майы жақсылап қату керек. Енді самсаның салмасына фарш, жуа, тоз бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Қалауларыңызша жұмыртқа да қоссаңыздар болады. Етті жұмсақ етеді. Тоңазытқыштан қамырымызды алып, осылайынан бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Қамырымыздың әр бөлігін осылайынан жайып аламыз. Ортасына фаршымызды салып, самсамызды түйіп аламыз. Самсалар өте дәмді, қытырлақ болып шығады. Самсалардың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған духовкада 40-45 минут пісіріп аламыз. Біздің топ-томпақ самсаларымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.